Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі 2 сынып 1 сабақ. Бүгінгі тақырып тіл мен сөйлеу. Сөйлеу дегеніміз не? Сөйлеу туралы білетінімді есіме түсіремін. Мәтін, мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беремін. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Мәтінді тыңда. 1 жаттығу. Сөйлеу бұл ерекше құбылыс. Ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Адамдар тіл арқылы бір-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Сұрақтарға жауап бер. Сөйлеу не үшін қажет? Тіл арқылы адамдар не істейді? Сөйлеу не үшін қажет? Жауабы: сөйлеу адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. 2 тапсырма. Тіл арқылы адамдар не істейді? Адамдар тіл арқылы бірін-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Келесі тапсырма: алғашқы 2 сөйлемді көшіріп жазамыз балалар. Ол сөйлемдерде қанша сөз бар? 1. Сөйлеу ерекше құбылыс, онда 3 сөз бар. 2. Ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Бұнда 9 сөз бар. Келесі мына ережені есте сақтайық. Сөйлеу, сұрақ, жауап және әңгімелеуден тұрады. 2 жаттығу. Суреттерге мұқият қара. Балалар, суретке мұқият қараймыз. 1 суретте ұстаз оқушы қызға кітап оқып жатыр. Ал оқушы қыз дәптерге жазып жатыр. Ал 2 суретке қарасаңыздар, анасы мен баласы дүкенде тұр. Баласы анасына бір ойыншықтарды көрсетіп жатыр. Ал 3 суретте қыз бен үй жануары отыр. Ендеше балалар, келесі сұрақтарға жауап береміз. Адамдардың қайсысы ауызша, қайсысы жазбаша сөйлеуді қолданып тұр? Балалар, енді қараймыз. Суретте ағай ауызша сөйлемді қолданып тұр. Ал оқушы жазбаша сөйлеуді қолданып тұр. 2. Қарым-қатынас жасау үшін қимыл мен ымның көмегі бар ма? Әрине бар. Балалар, қараңдар, 2 суретте анасы мен баласы бір-біріне ым арқылы көрсетіп, ым мен қимыл арқылы көрсетіп жатыр. 3. Жан-жануарлар сөйлей ме? Жоқ, жан-жануарлар сөйлемейді. Олар дыбыс арқылы көрсетеді. Келесі төмендегі сөйлемдер суреттердің атауы бола ала ма дейді. Оқу мен жазу егіз. Ым мен қимыл түсіну құралы. Мысық неге мияулады? Яғни бұл суреттің атауы бола алады екен, балалар? Ендеше келесі тапсырмаға өтейік. 3 жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жазамыз. Балалар, мына астында тұрған керекті сөздер дыбыс, сөйлеу, сөйлей алмайды. Осыны үйлестіріп қоятын боламыз. Ең бірінші адамға ғана тән. Сөйлеу адамға ғана тән болады. Жан-жануарлар сөйлей алмайды. Олар тек дыбыс шығарады. Енді балалар, мына ережені есте сақтаңыздар. Біздің сөйлеуіміз сөйлемдерден тұрады. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Есте сақтайық балалар. Шығармашылық үзіліс. Тәжірибе жаса. Басыңды партаға қойып, көзіңді жұм. Өзіңді аспан әлемінде ұшып жүрмін деп елестет. Көзіңді ашып, не көргеніңді парталасыңа айтып бер. Тәжірибе барысында ойыңды сөйлеу арқылы жеткізгеніңді түсіндің. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңа жіберуді ұмытпа. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабағым түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жолы басқа тақырыпты өтетін боламыз. Сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне
пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңдар балалар.